Сәлем достар, бүгін сіздермен біз бір жастағы баланың тілінің шығу сөйлеу туралы әңгімелесетін боламыз. Бір жастағы баланың тілін қалай дамыта аламыз, сол туралы айтайық. Бір жастағы баланың тілін 6 айдан кейін тамақ жейді балада. Сол кезде бала өзінің қолымен жей бастау керек. Самат прикорм деген дүние қазіргі кезде интернетте хит болып жатыр ғой. Сол қолмен жеу арқылы оның мынау тісінің тезірек шығуын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар оның мынау жақтары қозғалған сайын балада өз естіген дыбыстарын қайталап айтуға бейім болады. Сосын баламен сөйлесу керек. Бала түсінсін, түсінбесін, баламен көп сөйлесе беру керек. Солай деп балалар дыбыс шығарады, әртүрлі дауысты және дауыссыз дыбыстарды, Біреулер дегенді әндетіп айтса, біреулер о деген, біреу деп айтатын болды. Сол кезде деп баланы ары қарай жалғастырып, сөзін жалғастырып алып кетіп, баламен көбірек сөйлесу керек. Солай келе ол бір жаста мама, папа, болмаса қазақшалап әке, ана, апа, ата деген сөздерді айта бастайды. Оның бәрі сол кішкентай кезінде егер баламен сіз қарым-қатынаста болып, баланың әр шығарған дыбысына реакция беретін болсаңыз, оның бала бір буынды сөздерді айтып, кейін екі буынды сөздерді айтып, бір жастан асқаннан кейін ол сөздер айта бастайды. Осы кезде сіз оның сөзін түсінсеңіз де түсінбесеңіз де, соның сөзін ары қарай алып кетіп, жалғастырып алып кетіп, солай ғой, деген секілді ары қарай балаңызға бір кішігірім болсын қолғабыс етуіңіз керек. Солай баланың тілін дамытуымызға болады екен. Сонымен қатар әртүрлі карточкаларда көмекке келеді бұл жерде. Бала түсінсін, түсінбесін, біз оны айтып, таныстырып, болмаса айналамыздағы заттармен айтып, таныстырып, айтқан сайын баланың есінде ол қатты қалады да. Мысалы, дала деген сөзді айтасыз, ол басында айтпауы мүмкін. Бірнеше рет қайталап айтасыз, ол естіген сайын, жүр, анда барамыз, далаға барамыз, далаға шығатын кезде. Жүр, магазинге барамыз деген секілді. Ол сол бір сөздерді барамыз, бару, бар, кел, ал, сал деген сөздерді, қарапайым сөздерді, бір буынды қарапайым сөздерді тез жаттап алып, соны айтуы мүмкін. Сонымен қатар әртүрлі жаттығулар жасауымыз керек. Яғни баклажканың қақпағын толтырып қойып, мына ыдысқа салшы, болмаса бір кішігірім заттарды, кішігірім, бірақ ауызға қатты сыймайтын кішігірім заттарды толтырып қойып, мысалы дөңгелектерді қырқып картоннан салып қойсаңыз болады. Болмаса бағана баклажканың қақпағын болмаса әртүрлі қолға ұсталған кубиктерді алып, мына ыдыстан мына ыдыстарға салшы деп, пластик ыдыстарды, бос пластик ыдысты қойып, бір жағына баклажканың қақпағы толы ыдысты қойып, мына ыдыстан мына ыдысқа салшы деп, оған сал деген сөзді осылай үйретсеңіз болады. Ол сол жаттығуды жасау арқылы, сал деген сөзді әрдайым есту арқылы сал деген сөзді жаттап алу мүмкін. Сонымен қатар ар жаққа бар, анда баршы, анда жүгірші деген секілді, анда бар, мұнда бар деген сөзді қайта-қайта айту арқылы бар деген сөзді жаттауы мүмкін. Сосын баланы кел деп шақыру арқылы ол кел деген сөзді жаттайды. Яғни келші, кел деген арқылы ол сізге жүгіріп келеді, сол арқылы кел деген сөзді жаттап алу мүмкін. Міне осылай біз сөзді айту арқылы, көрсету арқылы, және іс әрекет арқылы осындай шағын кішігірім сөздерді жататқызсақ болады. Сонымен қатар баланың тілінің шығуына әртүрлі телефон, гаджет, телевизорларды мейлінше азырақ қосқан дұрыс. Қосуыңызға болады, қатты шаршап тұрғанда, кейде болады, мүлде ештеңе үлгермей кететін кезде. Сол кезде ғана. Бірақ азаннан кешке телевизор қойып, өз ісіммен айналысам, мен өзім дамуына көңіл бөлемін деп баланы ұмытып кету, бұл дұрыс емес нәрсеге жатады. Сол себепті егер балаңыз дамысын, дұрыс дамысын, қалыпты дамысын десек, онда телефонды, телевизорды, әртүрлі гаджеттерді азырақ көрсеткен дұрыс болады. Мүлдем көрсетпей, әртүрлі қазір кезде липучкалар мен ойындар бар. Болмаса фетр мен кітаптар бар, соларды беріп қойсаңыз болады, қолыңыз тибей жатқан кезде. Соларды беріп қойсаңыз, қалай ойнау керектігін көрсетсеңіз, ары қарай бала өзі-ақ ойнап кете беретін болады. Міне осындай дүниелер арқылы баланың тілін біз тезірек шығарып ала алады екенбіз.
әрі бала тілі тез сөйлеп тез шықса да өзіңізге оңай болады. Бала жылағанша сөзбен айтқанда сіз оны түсінетін боласыз, әрі баламен түсінісу оңай болады. Көргендеріңізге рахмет. Егер видео пайдалы болса, лайк басып астына комментарий қалдырыңыздар. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Тағы да сіздерге әртүрлі басқа да қызықты видеолар болады.